Меніңше мына баланы бесігінен түзе деген сияқты балабақша дегенді айтып жатсыздар. Балабақшадан кейін мектептерге кіргеннен кейінгі оқулықтарымызда дәріптелетін ұлттық рух кем, ұлтшылдық рух кем. Соның ішінде ұлттық дәстүр тәрбиесі және де кем. Оны біз көзімізбен көріп жүрміз. Әрқандай елде, әсіресе ал империяларда, Қытайда оқулықтарында бірінші өзінің ұлттық мүддесі мен ұлттық мемлекетінің түпкілікті мәніне тиетін мәселені көтереді. Біздікі советтік жүйемен дайындалған. Қазақ әдебиеті оқулығын ашып қалсаңыз, орыстың бәленбай деген әдебиеті, бәленбай деген әдебиетшісі болмаса біздің әдебиет қараңғылатып еді, содан мәуалған Ғабит сөйткен, Сәбит бүйткен, Әуезов бүйткен деп біз соны тамырластыра қоямыз. Ал одан оқып шыққан бала тағы да Россияға жалтақтамай кімге жалтақтайды. Мағжан мен Махамбеттің жаңағы ұлттық рухын әлде де тереңдету мәселесі меніңше оқулықтарға толық енбеген. Сондықтан оқулықтарға өзгеріс керек деп ойлаймын. Қателік айтайын, қазақ әдебиеті оқулығындағы мысалы Шәкәрім Құдайбердіұлын біреуі 19 ғасырға, біреуі 20 ғасырға телген сияқты қателік бар. Екінші, мысалы Шәкәрім Құдайбердінің атына бола Қалтама Мамыр деген үлкен дастанның оқулыққа енгізген. Ол бізге ешқандай ұлттық тәрбие бермейді. Екі жақын туыстың екеуіне қосылмағаннан келіп шыққан трагедия. Ал осындай мысалдарды алып беретін болсақ, оқулықтарымызда кемшіліктер өте көп. Оның бәрі қазір айтып тұруға жетпейді. Сондықтан мен жалғыз ауыз сөзбен сөзімді тұжырымдасам, оқулықтарға өзгеріс керек, ұлттық рух керек, қазақтың нағыз ұлттық рухын ұлтшылдық тұрғыдан енгізу керек. Ұлтшылдық тұрғыдан деген сөзден біз қорқамыз. Осы кезде оны мәпелеп ұлтжанды деп айтамыз. Сол оқулықтарымызда ұлтшылдық идея толық сәулеленгенде, жаңағындай рух толық кемелденгенде, меніңше біздің сол оқулықты оқып шыққан балаларымыз осы біз айтып отырған сөзді тереңдетеді деп ойлаймын. Ал оны оқымаса, бәрібір кейін олар біздің сөзге онша мән бере бермейтін болуы керек. Рахмет сіздерге.